Шетелде діни білім алатындар сырттан сценарий сызып отыратындардың құрығына ілігеді. Ұлттық иммунитеті әлсіреп, жат жұрттық жамағаттың жетегіне ереді. Адамды террорлық әрекетке тарту арналарының бірі діни орындар екені белгілі. Шетелдерде діни білім алып жүрген азаматтардың әртүрлі теріс ұйымдарға тартылып кету қаупі зор. Мұндай керағарлыққа көбіне бұғанасы бекімеген, қанаты қатпаған, оңы мен солын дұрыс бағамдамайтын жастар ілігеді. Діни білім алам деушілерге елімізде бірқатар жағдайлар жасалған. Нұр-Мүбәрак ислам мәдениет секілді жоғары оқу орны, 9 медресе, мешіттердің жанында сауат ашу курстары жұмыс істеуде. Одан бөлек дінтану, исламтану мамандықтары да бірқатар жоғары оқу орындарында гранттық негізде оқытылады. Бакалавр, магистратура, докторантура деңгейінде білім алуға жағдайлар жасалған. Жоғары оқу және ғылым министрлігі бұл салаға жыл сайын жеткілікті гранттар бөледі. Міне, бұлардың барлығы да дін саласына қызыққан жастардың толыққанды білім алуына ыңғайлы орта қалыптастырып отыр. Зайырлы елімізде діни сенімге шектеу жоқ. Бірақ бұл адасуға, адасып қана қоймай өзгені де тура жолдан тайдыруға рұқсат дегенді білдірмейді. Көп жағдайда шет мемлекеттерде теріс білім алып келгендер діннің тек сыртқы пішінін уағыздап, мәні мен мазмұнын дұрыс талдамайды. Нәтижесінде жастар фанатизмге ұрынуда. Ал бұл жер тұтастығы, ел бірлігі, рухани қауіпсіздігімізге үлкен қатер.